Баршаңызға сәлем, есімім Назира, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бауырдан жасалатын колбасаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін мен бауырды, мендегі 500 грамм бауыр, мясорубкадан өткізіп, 4 жұмыртқа, 1 пияз, 3-4 бөлік сарымсақ, 100 граммдай қойдың құйрық майын осылай майдалап турап араластырып аламын да, үстіне 100 грамм ұнды қосып араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, бәрін жақсылап араластырамын. Сосын оқтаудың көмегімен пищевой пленкадан колбасаның сыртындағы тұратын қабығын жасаймын. Осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Бұрышын байлап, жіппен мықтап байлайсыздар, себебі ішінде бауырды құйған кезде ағып кетпейтіндей болсын. Осылай байлап, сосын ішіне дайын болған бауырды құямын. Бауырды құйып, екінші шетінде жіппен байлаймын мықтап. Мінекей осындай колбаса менде дайын болды. Менде 500 грамм бауырдан осындай 5 штук колбаса шықты. Енді оны қайнап тұрған суға салып, жарты сағат қайнатып пісіріп аламын. Мінекей мен бауырым дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шығады. Сіздер магазиннен бұндай колбасаны таппайсыздар. Үйде қолдан жасаған, осылай таза продуктылармен жасаған дұрыс деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Парақшамда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, түрінің өзі бір аппетитный көрініп тұр ғой. Сау болыңыздар.